Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін иншалла кездескеніміздей имам Абу Иса ат-Тирмизидің рахимаулла Аш-Шамаилул Мухаммадия, яғни пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның қадір қасиеттері атты кітабы бойынша дәрістерімізді бастаймыз. Имам ат-Тирмизи хижри 279 жылы өмірден өткен үлкен мұхаддис ғалым, яғни хадисші ғалым. Ол біздегі милади жыл санауымен есептегенде 892 жылға сәйкес келеді, өмірден өткен жылы. Ол әйгілі имам Аль-Бухаридің шәкірті, және оның хадистер жинағы Сунан атты кітабы. Біздің жалпы хадис саласында негізгі 6 кітап деген бар, Кутубус Ситта. Сол негізгі 6 кітаптың бірі болып табылады. Жалпы үлкен ғұлама ғой енді. Бұл кітапты біз өткен ғасырдың өкілі мысырлық ғұлама Абдул-Мажид Аш-Шарнуби деген бар. Сол кісі бұл кітапты ықшамдағанда хадисті жеткізген тізбектегі рауилар бар емес па? Соның бәрін алып тастап, тек сахабаны ғана қалдырған, яғни түсініктірек болу үшін. Және кейбір ішіндегі түсініксіз, түсіну қиынға соғатын сөздерді түсіндірген. Жалпы сол нұсқаға сүйене отырып өтеміз ғой. Алла оларды рахымына алсын. Енді жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қадір қасиеттерін, сипаттарын, мінез құлқын, жалпы ол туралы хабарларды оқудың, оны өтудің маңыздылығын айтпаса да белгілі ғой, мұсылман болғаннан кейін. Сондықтан бірден кітапты бастайық. Бірінші бап, яғни бірінші тарау, фи халқи расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Аллах елшісінің алейхиссалам жаратылысы туралы. Жаратылысы болғанда бұл жердегі мағына дене бітімі. Дене бітімі. Ең бірінші хадис Анас ибн Малик деген сахабадан жетеді, радиаллаху анху. Ол сахаба бағана жұмада да айттық, пайғамбар алейхиссаламға 10 жасында келіп, 10 жыл қызмет еткен сахаба, жас сахабалардың бірі, және өте ұзақ өмір сүрген сахаба. Ол айтады: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам лейса бит-тауилил баин вала бил-қасир». Аллахтың елшісі алейхиссалам тым қатты ұзын да емес, және тым аласа да емес еді дейді. «Вала бил-абьядил амхақ вала бил-адам». Ол тым аппақ да емес, және тым қатты қоңыр да емес еді дейді. Яғни қара да емес. «Вала бил-адам вала бил-жадил қатат вала бил-сабт». Және оның шашы да қатты бұйра да емес, және тым тік те емес. Мына жерде келтіреді, әлгі судандық арабтардың шашы сияқты бар ғой, бір майда бұйра. Ондай да емес, және мына түркі халықтардың шашы сияқты тік те емес дейді. Сәл иіліңкі, сәл үлкен толқын бар шаш еді дейді. Ба'асахуллаху та'ала аля раси 40 сана. Аллах тағала оны 40 жасқа толған кезінде пайғамбар қылды дейді. Фаақама би Макката 10 синин. Сөйтіп ол Меккеде 10 жыл тұрды. Ва бил Мадинати 10 синин. Мадинада 10 жыл тұрды. Ва таваффахуллаху аля раси 60 сана. Және 60 жасында Аллах тағала оның жанын алды дейді. Байқап отырсыздар, риуаятта Меккеде 10 жыл тұрды дейді. Бірақ біз білеміз, Меккеде 13 жыл тұрды пайғамбарымыз. Және 60 жасында өмірден өтті дейді, бірақ біз білеміз, пайғамбар алейхиссалам неше жасында өмірден өтті? 63 жасында. Бұл арабтарда мынадай әдет бар, сандарды айтқан кезде бірлік сандарды түсіріп тастап, дөңгелетіп, ондық сандармен ғана айтады. 63 десе 60 деп айтады. 13 десе 10 деп айтады. Дөңгелетіп айтады.
Ал мынау имам Науауидің 40 хадисі деген біздің әйгілі кітап бар ғой, соның ішінде 42 хадис бар, бірақ оны дөңгелетіп 40 хадис деп айтады. Бұл енді былайша айтқанда өздерінің араларында белгілі нәрсе ғой. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء. Және оның шашында, сақалында 20 тал ақ болған жоқ дейді. Яғни 20-ға жетпейтіндей ақ тал болды дейді. Енді риуаяттарда әртүрлі келеді, бір риуаяттарда 14 дейді, бір риуаяттарда 17 дейді мысалы. Бұл жобамен ғой енді. Бұның біздің білуіміз керек болған нәрсе, пайғамбар алейхиссалам 60-тан асса да шашы мен сақалының ағармауы оның сондай сымбатты, айбатты болған және күш-қуатты, қайратты болған білдіреді дейді ғалымдарымыз. Және кейбір риуаяттарда я Алланың елшісі шашыңа ақ түсіпті ғой деген кезде оның себебін де пайғамбар алейхиссалам өзі айтып, шайябатни худ ва ахаватуха деген екен. Мені худ және соған ұқсас сүрелер шашында ағартты деген. Худ сүресінде, мысалға Куберот сүресінде, сол сияқты мағыналас сүрелерде білеміз, қияметтің қорқынышы, бұрынғы үмбеттердің бастарына келген азап, яғни Аллах тағала әртүрлі желмен, топан сумен азаптаған жоқ па? Сондай азаптарды ойлаған кезде, соны уайымдаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шашына ақ түскен дейді. Келесі риуаят ол да Анас ибн Маликтен. Ол айтады: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам раб'атан. Пайғамбар алейхиссалам орта бойлы еді дейді. Лайса бит-тауили вала бил-қасир. Тым ұзын да қысқа да емес. Хасан аль-джисми. Оның денесі өте көркем еді дейді. Бұл жердегі мақсаты дене мүшелері бір-бірімен сондай үйлескен, сондай қалыпты дейді. Ва кана ша'руhu laysa bi ja'din wala sabtin. Жаңа айтқанымыздай, оның шашы тым бұйра да емес, тым тік те емес. Асмарал лауни. Жүзі мына жерде қызыл деп келеді. Бірақ енді оны басқа хадистермен бірге қосқан кезде түсіндіреді. Бағана айттық қой, жүзі тым аппақ та емес, тым қоңыр да емес деп. Енді барлық хадистерді біріктірген кезде қызыл араласқан ақ дейді жүзі пайғамбар алейхиссалам. Бір риуаятта азхарул лаун деп келеді, сондай нұрлы деп келеді жүзі. Иза маша ятакаффа. Жүрген кезінде алға қарай сәл еңкейіп жүреді дейді. Сәл еңкейіп жүреді, ұмтылып жүреді. Бұл улул азм дейді ғой. Сондай шешім шығарға алатын, не дейді дағы, сондай бір ұстамды, сондай бір алған бетінен қайтпайтын, сондай бір батыл адамдардың жүрісі деп сипаттайды екен жалпы ондай жүрісті. Келесі Анил Баро ибн Азиб. Баро ибн Азиб деген сахаба айтады. Бұл пайғамбар алейхиссаламмен бірнеше ғазауаттарға қатысқан ұлы сахабалардың бірі. Ол айтады: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама раджулан марбуан. Пайғамбар алейхиссалам орта бойлы адам еді. Баида ма байнал манкибайни. Екі иығының арасы алыс еді дейді. Яғни иықты кісі болған ғой. Азимал джуммати ила шахмати удунайхи. Шашы джумма деп жайылып тұрған шашты айтады жалпы. Жайылып тұрған шашты айтады. Сол шашы жайған кезінде оның құлағының сырғалығына дейін түсіп тұратын дейді. Жұмсақ жері бар ғой, сол жерге дейін түсіп тұратын еді дейді. Жалпы енді шашы туралы әртүрлі риуаяттар бар. Біз оны келесі тақырыптардың бірінде пайғамбар алейхиссаламның шашы деген тарау бар. Сол кезде толығырақ тоқталамыз. Алейхи хуллатун хамрау. Оның үстінде қызыл жолақтары бар шапаны болды дейді. Шапан болғанда бұл жерде хулла деген үлкен киім, былайша айтқанда астары бар киім. Астары бар киім ғой. Соны айтады дейді. Қызыл жолақтары болды дейді оның үстінде. Шапанында. Ма раайту шай'ан қатту ахсана минху. Мен одан асқан көркем, одан асқан әдемі еш нәрсені көрген жоқпын дейді.
деген сахаба айтады. Және тағы да сол Баро ибн Азибтен келген риуаятта ол айтады: "Ма раайту мин зилимматин фи хуллатин хамра'a", сондай қалың шашы бар және үстінде қызыл жолақтары бар, шапаны бар, ахсана мин расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, Аллах елшісінен әдемі ешкімді көрген жоқпын дейді. Лаху ша'рун ядрибу манкибайхи, әлгі шашы жайып қойған кезінде иығына соғып тұратын еді дейді. Иығына соғып тұратын еді. Баиду ма байнал манкибайни, екі иығының арасы алыс, яғни иықты. Валам якун бил қасири вала бит тауил, ол тым ұзын да қысқа да емес дейді. Яғни бойын айтып жатыр. Келесі ан Али ибн Аби Талибин радияллаху анху. Али ибн Абу Талиб деген сахабадан жетеді. Бұл әйгілі 4 сахабаның бірі, білесіздер, пайғамбар алейхиссаламның күйеу баласы. Лам якун ан-набию саллаллаху алейхи вассалам бит-тауили вала бил-қасир. Пайғамбар алейхиссалам тым ұзын да аласа да емес. Шаснул каффайни вал қадамайни, екі алақаны мен екі табаны жуан, қалың, ірі, былайша айтқанда. Бірақ солай бола тұра жұмсақ дейді. Шарықтарында келеді. Дохмур раси, басы үлкен дейді. Енді тым шамадан тыс үлкен емес қой әрине, бірақ айтарлықтай басы ірі. Бұны арабтарда алғырлықтың, сондай ақылдылықтың белгісі деп айтады екен. Басы ірі. Дохмул карадис, және буындары да ірі. Буын деп отырмыз, екі сүйектің қосылған жерлері, шынтақ, тізе секілді. Сол жерлері де ірі. Қауилул масрубати, масруба деген мынау кеуденің тұсынан бастап кіндікке дейін созылып тұрады ғой, түк өседі ғой. Сондай пайғамбар алейхиссаламның кеудесінің тұсынан бастап кіндігінің тұсына дейін жіп құсап созылған қылдай түк болған дейді. Соны айтады. Түк жүн. Иза маша такаффа такаффуан, жаңа айтылғандай, егер жүрсе алдыға қарай ұмтылыңқырап жүреді. Кааннама янхатту мин сабабин, бір жоғардан түсіп келе жатқандай дейді. Лам ара қаблаху вала ба'даху мисла, мен одан бұрын да, одан кейін де ондай адамды көрген емеспін дейді. Яғни сұлулық, сымбаттылық, айбаттылық жағынан ондай адамды көрген емеспін. Әрине, өйткені Аллах Тағала ондай адамды оған дейін де кейін де жаратпаған. Мынау келеді ғой, өзінің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шайыр болған деп айттық қой, Хасан ибн Сабит деген. Сол айтады: "Ва ажмалу минка лам тара қатту айни, ва акмалу минка лам талидин нисау." Сенен әдемі адамды менің көзім ешқашан көрген емес дейді. Және сенен кемел, толық адамды әйел дүниеге әкелген емес дейді осыған дейін. Яғни саған дейін бұндай адам қайталанған емес деген сөз ғой. Хулиқта мубарран мин кулли айбин кааннака қад хулиқта кама таша. Сен бүкіл кемшілік, айыптың бәрінен пәк болып жаратылғансың. Өзің қалаған бейнеңде жаратылғандайсың дейді. Ешқандай өзіңе ұнайтындай қылып істеп алған сияқтысың дейді да, бүкіл барлық нәрсені. Сондай қылып мақтап, мадақтап жыр жазған екен. Келесі Ибрахим ибн Мухаммад мин валади Али ибн Аби Талиб дейді. Бұл риуаятты жеткізіп отырған бір таныстыра кетейік. Али ибн Абу Талибтің Хаула деген күңі болған. Сол күңінен Мухаммад ибн Ханафия деген, яғни Мухаммед Қанафия деген бала туады. Сол баладан Ибрахим деген баласы бар. Былайша айтқанда Алидің радиаллаху анху немересі ғой. Түсінікті ғой, иә? Сол жеткізіп отыр. Өзінің әкесінен ол Алиден жеткізеді ғой енді. Кана Алиюн иза васафа Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Али пайғамбар алейхиссаламды сипаттайтын болса, былай деп айтатын еді дейді. Лам якун Расулуллахи бит-тауилил мумағғид вала бил-қасирил мутараддид. Пайғамбар алейхиссалам тым қатты ұзын да емес, тым аласа да емес. Бірақ мына шарықтарында басқа хадистермен қоса айтқан кезде солай дегенімен ол ұзынға жақынырақ дейді.
орта бойлы дейміз ғой, ортадан сәл ұзынырақ дейді. Иә. Кана раб'атан минал қауми, өзінің қауымының арасында орта бойлы еді дейді. Бұл қандай өлшеммен өлшеп тұр? Сол замандағы адамдардың, сол қауымдағы адамдардың арасындағы өлшеммен өлшеп тұр. Былайша айтқанда негізі ғалымдар айтады, пайғамбар алейхиссаламның ақиқатына, тура нақты бейнесіне біз жете алмаймыз. Яғни оны дәл-медәл ешкім сипаттап бере алмайды. Тіпті оны көріп жүргендердің өзі мысалға бір қараған кезде бүкіл пайғамбар алейхиссалам бүкіл сұлулығымен, кемелдігімен қамти алу мүмкін емес дейді. Лам якун бил жадил қатати вала бис сабт, және оның жаңа шашы тым бұйрада емес, тым тікте емес. Кана жадан рожилан, бірақ сәл иіліңкі дейді. Яғни былайша айтқанда орташа ғой, бұйрада емес, тікте емес, соның ортасында. Валам якун бил мутаххами вала бил мукалсами, және ол қатты семіз де болған жоқ, бірақ етті болды дейді, бірақ семіз болған жоқ. Ал мукалсам деген дөңгелек жүзді адамдар айтады. Жүзі дөңгелек болады біреулердің. Ондай да емес. Және тым атжақты да емес. Сәл дөңгелектік бар, бірақ жаңағыдай орташа. Былайша айтқанда пайғамбар алейхиссалам барлық жағынан орташа болып жаратылған ғой. Ва кана фи вajhihi tadwirun дейді. Бірақ жүзінде сәл дөңгелектік бар. Абияду мушрабун, сәл қызыл араласқан ақ жүзі. Ад'ажул айнайни, екі көзі үлкен, қарашықтары қап-қара дейді. Көзінің қарашығы қап-қара. Сонымен қоса көздері үлкен. Ахдабул ашфари, кірпіктері ұзын. Жалилул мушаши вал катади, әлгі буындарының қосылған, жаңа сүйектердің қосылған жерлер, буындары ірі. Ажраду зу масрубатин, ажраду деген мына кеуденің жоғары жақтары, мына төс және қарын сияқты жерлерінде түк болмаған, яғни жүн болмаған. Бірақ жаңағы масруба деп аталды ғой, бір жіп тартылған жіп сияқты кіндікпен жаңағы кеуденің ортасында түк болған. Шаснул каффайни вал қадамайни, алақаны мен табаны ірі, жуан. Иза маша тақалла, жүрген кезінде аяқты жұлып алғандай қылып көтереді дейді. Яғни күшпен жүреді. Кааннама янхатту мин сабабин, бір жоғарыдан түсіп келе жатқандай. Ва иза илтафата илтафата маған, егер бұрылса, яғни артына бұрылатын болса, бүкіл денесімен бұрылатын болған пайғамбар алейхиссалам. Бүйтіп мойнымен бүйтіп қарамаған дейді. Себебі ол бір тәкаппарлық, менсінбеушіліктің белгісі болып көрінеді екен. Ал енді оңына солына бұрылған кезде мойнымен бұрылған дейді. Бұл енді жаңағы шарқынан айтып жатырмыз ғой, түсіндірмесінен. Ва байна катифайхи хатамун нубуа, пайғамбар алейхиссаламның жауырын бар ма? Сол екі жауырынның ортасында пайғамбарлық мөрі болды дейді. Бұл пайғамбарлық мөрді сипаттайды, шығып тұрған бір кусок ет дейді. Яғни сол жерден шығыңқы болып тұрған жұдырықтай ет. Оның бетінде түктері бар дейді. Бұл пайғамбарлық мөрі. Яғни оның пайғамбар екендігінің белгісі ғой. Ва хуа хатамун набиин, және ол өзі де пайғамбарлардың ақыры, яғни соңы. Одан кейін пайғамбар жоқ. Енді осы жерде ғалымдар айтады, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлардың ең соңғысы болғаннан кейін біз үмбеттердің ақырғысымыз. Яғни бізден кейін үмбет болмайды оған. Біз соңғы үмбет, бізбен қиямет болады, бітеді. Енді бұның артықшылықтары бар дейді. Аллах тағала бізге сол бір сый берген дейді. Неге десеңіз, біздің шариғатымыз мансұқталмайды. Мысалға, осыған дейінгі христиан, яһудилер шариғаттарының үкімі жойылды ғой, біздің ислам шариғаты келуімен. А біздікін ешкім жоймайды үкімін. Қияметке дейін болады. Екіншіден, біздің айыптарымызды басқа үмбеттер білмейді дейді. Мысалға, біз қазір пайғамбарлар қиссасын оқып отырамыз, Мұса пайғамбардың қауымы өзіне қарсы шыққаны, басқа бір қауымдар пайғамбарларын тіпті өлтіріп тастағандары, анандай күнә жасағандары, анау жаңағы балық аулау қиссасына байланысты Аллах тағаланы алдағысы келгендері, сондай неше түрлі
оның кемшіліктерін, айыптарын кітаптардан оқып біліп отырмыз да. Өйткені ол бізге дейінгі болған тарих қой. А бізден кейін үмбет келмейтін болғандықтан біздің ондай жаңағы кемшілік, айып, нұқсандарымызды олар білмейді. Яғни Аллах Тағала басқа үмбеттерден жасырып қойған дейді да. Басқа үмбеттерден жасырып қойған дейді. Бұл да бір үлкен нығмет екен. Ажвадун наси садран. Ол пайғамбар алейхиссалам адамдардың ең кең пейілдісі дейді. Кең пейілдісі. Ва асдақун наси лахжатан. Және сөзі ең шынайысы. Ең шындық сөз пайғамбардың сөзі. Ва алянухум арикатан. Және табиғаты ең жұмсағы адамдардың. Ва акрамухум айшрatan. Және қарым қатынас жасағанда басқалармен ең жомарты дейді. Мән рааху бадихатан хабаху. Кім оны жай ғана көретін болса, бірінші рет көрер ма мүмкін, танымайды. Жай ғана көретін болса, оны хаба деген бұл жерде айбат шегеді. Яғни бір сондай бір құрмет қылады оған. Мейлі танысын, танымасын, мейлі оны жақсы көрсін, жек көрсін, еріксіз кәдімгідей құрмет қылып, алдында басын иеді дейді көрген адам. Бұны себебін ғалымдарымыз түсіндіреді. Мына жүректегі Аллахтың ұлықтығы дейді. Мысалға адам өзінің жүрегінде Аллахтың ұлықтығын сезінген сайын, мысалы барлық нәрседен Алланы ұлы қойып, барлық нәрседен Аллахтың құдіретін шексіз бағалайтын болса, оны да сондай бір айбат береді дейді Аллах Тағала. Сөйтіп одан адамдар сондай бір сескенеді жалпы. Уаман халатаху ма'рифатан ахабба. Жаңа танымайтын адамның өзі жаңағыдай құрметтеп жатса, ал кім араласа бастап, оны тани бастаса, ахабба дейді. Жақсы көреді дейді. Яғни махаббат пайда болады дейді. Яқулу на'итуху, яғни оны сипаттап отырған Али радиаллаху анху айтады дейді. Лам ара қаблаху ва ла бa'даху мислаху. Мен одан бұрын да одан кейін де ондай адамды көрген емеспін дейді. Жаңа сымбаттылық, айбаттылық жағынан. Келесі Әл-Хасан ибн Али радиаллаху анху. Пайғамбар алейхиссаламның екі немересі болып білесіздер, Хасан және Хусейн, Асан мен Үсейн ғой қазақша айтқанда. Ол пайғамбар алейхиссаламның күйеу баласы Али мен қызы Фатимадан туады ғой. Енді ол айтады: Саалту хали Хинд ибн Аби Хала. Мен Хинд ибн Аби Хала деген нағашымнан сұрадым дейді. Нағашым деп кімді айтып отыр? Жоқ, жаңа Хасан, пайғамбардың немересі. Фатимадан туған. Бізде қазақта жиен дейді ғой. Қыздың баласы. Енді сол мен нағашымнан сұрадым дейді. Яғни Фатиманың бауыры. Мына Фатима кімнен туады? Пайғамбар саллаллаху қай әйелінен туады? Хадишадан туады ғой. Енді Хадиша пайғамбар алейхиссаламға дейін 2 рет күйеуде болған. Соның Абу Хала деген күйеуінен туған баласы бар. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Хадишамен бірге еріп келген бір баласы ғой. Сол енді Фатима екеуі аналары бір болғанмен әкелері екеуі ғой енді. Әкелері бөлек, аналары бір. Енді мен нағашымнан деп жаңағы Фатиманың бауырын айтып отыр да, Хиндті. Хадиша анамыздың жаңағы алдыңғы күйеуінен туған баласын айтып отыр Хасан. Мен сол дейді жаңағы кәна уассафан дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қатты суреттейтін еді дейді. Яғни бейнелеп айтқан кезде сол қатты айтатын еді дейді. Мен сол хан хилиятин наби саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар алейхиссаламның сипаттары туралы сұрадым дейді одан. Ва ана аштахи ан ясифа ли. Мен оның жаңағы маған сипаттап бергенін қатты құштарланып күтіп отырдым дейді. Сол айтты дейді. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама фахман муфаххама. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сондай ұлы, яғни ұлы деп отырған жаңағыдай барлығы құрметтейтін сондай бір ұлық кісі еді. Муфаххама және ол да сол мағыналас. Яталалау вajhuhu талалу ал-қамари лейлатал бадр. Лейлатал бадр деген толған ай болады ғой. 14 күндік ай, толған ай. Сол 14 күндік айдың жарқырағаны сияқты оның жүзі сондай нұрланып, жарқырап тұратын еді.
атуала минал марбу' ва ақсара минал мушаддаб. Тағы да жаңағыдай мағынада тым қатты ұзын да емес, қысқа да емес. Азим ал-хама, басы үлкен. Ражул аш-ша'ри. Ражул аш-ша'ри деген жаңа түсіндірмелерінде келеді. Мына кеудесінің жоғарғы жағында және білектерінде түк болған дейді. Яғни білектері түкті болған ғой. Инин фарақат ақиқатуху фарақаха. Егер шашы жаюға келетін болса, жайып қоятын. Ва илля фала южавизу ша'руху шахмата удунайхи иза хуа ваффара. Бұлайынша шашының ұзындығы құлағының жұмсағынан аспайтын дейді. Құлағының жұмсағынан, жаңа сырғалығынан аспайтын дейді. Енді шашы туралы жаңа айттық қой, келесіне де келеміз. Пайғамбар әртүрлі кезеңде әртүрлі болған шашы. Тақырлап алған кезде болған, жаңағыдай қылып ұзын қылып өсірген кезде болған, байлаған, түйген кезде болған. Сондай әртүрлі кездер бар, ол келесі баптардың бірінде Аллах қаласа келеді. Азхарал лауни, жүзі сондай жадыраған, жарқыраған. Васиал джабини, маңдай болғанда да мына екі шекесі бар ғой. Сол кең дейді, маңдайы кең, ашық маңдайлы дейді ма? Азаджал хаваджиби савабиға мин ғайри қаранин. Қастары бұлай тік емес. Мұқауас дейді, шамалы бүгінгі қас бар ғой, қас сәл бүгінгі. Және екеуінің арасы қосылмаған дейді. Екі қастың ортасы қосылмаған. Байнахума ирқун юдиррухул ғадаб. Жаңа екі қасының ортасында, маңдайында бір тамыр бар еді дейді. Оны ашу түртеді дейді. Ашу түртеді дегені, яғни ашуланған кезінде жаңағы тамыры шығып кетеді, көрінеді. Әлгі тамыр қанға толады ғой енді. Маңдайының екі қасының ортасындағы тамыр. Яғни ашу туралы риуаяттар келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тек жаңағыдай дін үшін ашуланатын дейді. Аллах үшін ашуланатын дейді. Ақнал ирнайни, мұрны пайғамбар алейхиссаламның ұзын еді дейді. Мұрны ұзын еді. Ұзын болғанда енді тым шамадан тыс емес қой бұның барлығы айтып отқандарымыздың. Мұрны ұзын еді және қыр мұрынды еді дейді. Және мына төбесі, біздің мұрындарымыз тегіс қой. Ода сәл ортаңғы жағында бір дөмпешік бар еді дейді мұрнында. Мұрнында дөмпешік бар еді. Және лаху нурун я'луху дейді. Мұрнында, ұш жағында сондай бір нұр болды. Ол ана барлығын басып тұратын еді мұрнының дейді. Яғни мұрнында нұр болған. Енді яхсабуху ман лам ятааммалху ашамма. Енді соны дұрыстап қарап байқамаған адам ана мұрынды жалпақ мұрын ба деп ойлап қалады дейді. Өйткені ана нұр жарқырап тұр ғой мұрнында. Кассал лихияти, сақалы қалың болған. Сахлал хаддайни, екі бет бар ғой, бет. Біреулердің беттері болады, онда томпақ болып шығып тұрады ғой. Ондай емес, беттері тегіс дейді. Дали алфами, аузы үлкен, кең. Яғни бұл арабтарда шешендікті білдіреді. Аузы кең адам сондай шешен адамдар болады екен. Муфаллажал аснани, тістерінің үстіңгі жақтағы қосылған жерлер бар, тесіктер, тістердің арасындағы тесік. Сол жерлері ашық дейді. Тістердің арасының барлығы емес, екі тістің жоғарғы жақтары ашық дейді. Бұл да әдеміліктің белгісі. Дақиқал масруба, бағанағы кіндік пен кеуденің ортасындағы тартылған жіп құсаған түгі бар. Каанна унуқаху джиду думиятин фи сафаил фидда. Бұл тіркесті бір сөзбен айтқанда, мына жақта дене мүшелері бір-бірімен үйлескен, сондай барлығы әдемі көркем дейді. Муътадилул халқи, ол да сол мағынада бадинун мутамасикун. Етті болғанымен, бұлшық еттері шымыр дейді. Упруги дейді ғой. Подтянутый ма, сондай. Сауаунил батну ва садр. Мынаны қараңыз. Кеудесі мен қарны бір тұста дейді. Кеудесі мен қарны бір тұста. Қарын жоқ деген сөз ғой. Ариду садри, кеудесі үлкен, крыло дейміз ғой біз. Кеудесінің жоғарғы жақтары үлкен, яғни иықты.
Баиду ма байнал манкибайни, бұл жаңа айтылды, екі иығының арасы кең, яғни иықты, дохмул карадис, буындары ірі, анварул мутажаррид деген мына киімінен ашық қалған жерлері бар ғой, мысалы жеңі көрініп тұрса, сол көрініп тұрған денесінің көрініп тұрған жерлері сондай нұрлы дейді, жарқырап тұрады дейді. Маусулу ма байнал лаббати ва суррати би ша'рин яжри кал хатти, бұл да бағана хадистерде айтылды, мына кеудесі мен кіндігінің арасында тартқан жіп сияқты түк болған. Арис садияйни вал батн, бірақ мына кеудесі көкірегі мен қарнында жүн болмаған, түк болмаған. Аш'ару зираайни вал манкибайни ва а'али садр, бірақ бағана айтылғандай тек кеудесінің үстіңгі жағында және мына екі білегінде түк болған, яғни білегі түкті болған дейді ғой. Тауилу зандайни, мына білек бар, шынтақ пен білезіктің ортасы, сол ұзын болған дейді, ұзын. Рахбур раха, алақаны ашық болған, бұл енді тура мағынасында да және ауыспалы мағынасында да. Жомарттық жағынан алсаңыз да келеді, былай несінен алсаңыз, тура мағынасында алсаңыз да келеді. Шаснул каффейни вал қадамайни, екі алақан мен екі табаны жуан, ірі. Саилул атрофи, қай жерде дейді, саусақтары ұзын дейді, бірақ енді шамадан тыс емес, бұл да ескеріңіздер. Саусақтары ұзын. Хамсанил ахмасайни, бұл деген сөз қиын сөздер ғой, мына жерде хадисте келіп тұрған. Бұл деген сөз, мына табан жерге қойған кезде бір ойық бар ғой, біз ойығы жоқтарды майтабан дейміз ғой. Ойығы тым қатты ойықта емес және теп-тегісте емес, орташа бір ойығы болды дейді табанында. Яғни майтабан емес деген сөз ғой, пайғамбарымыз алейхиссалам. Масихул қадамайни янбу анхумал ма, және мына табанның үсті бар ғой, не дейді бізде, мына башпайдан жоғары, аяқтың, ботинкенің тіл тұратын жері ғой, сол жері тегіс болды дейді. Біреулерде ойық болады екен сол жерде, су төксе сол су тұрып қалатындай бір ойық болады екен, алақаның ойығы сияқты. Ол жерінде ойығы жоқ, сол жері тегіс болды дейді. Енді бір риуаяттарда тіпті пайғамбар алейхиссалам башпайларына шейін айтады ғой. Сонда келтіреді, мына аяғын башпайындағы үлкен башпай бар ғой, содан кейінгі ұзын башпай бар емес па? Сол барлық башпайларынан ұзынырақ болды дейді пайғамбар алейхиссалам. Бізде қазақта тиіседі ғой, сол башпай ұзын болса әйелің би болады деп. Енді ол әшейін болса әңгіме ғой енді. Бірақ пайғамбар алейхиссалам дәл сол башпайы басқа башпайларына қарағанда ұзын болған дейді. Иза зала зала қалан, аяғын жерден көтерген кезде жұлып алғандай қылып көтереді дейді, яғни күш қуатпен жүреді. Яхту такаффиян ва ямши хаунан, алға иіліп жүреді, бірақ аяғын қойған кезде өте жұмсақ қояды жерге дейді. Зариул мишяти, мына қадамдамай ма? Адымдаған кезде қадамдарының арасы алшақ-алшақ дейді. Бірақ бұны қолдан жасамайды, яғни әдейілі болып сөйтіп жүрмейді, өзінің жаратылысы солай дейді. Адымдаған кезде алшақ-алшақ басады дейді аяғын. Иза маша кааннама янхатту мин сабабин, жүрген кезде жаңағы айтылғандай жоғарыдан түсіп келе жатқандай жүреді. Ва иза алтафата жамиан, бұрылған кезінде де толығымен бүкіл денесімен бұрылады. Хафидут тарфи, көзін әрдайым төмен түсіріп жүреді дейді. Жалғасында бұны тағы да түсіндіреді. Назаруху илал арды атвалу мин назарихи илас сама, оның жерге қарауы аспанға қарауынан көбірек дейді. Яғни көбіне жерге қарап жүретін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жуллу назарихи ал-мулахаза, бір нәрсеге қараған кезде тек қажетті мөлшерде ғана қарайтын дейді. Яғни былайша айтқанда аш көздік қарау деген болады ғой, оның бәрін бүйтіп қарамайды пайғамбар. Тек қажетті мөлшерде ғана көруге тиісті болған нәрсені ғана көреді дейді. Бұл да Аллах тағаланың пайғамбарымыз алейхиссаламға бұйрығы. Не деп айтты? Ла тамудданна айнайка иля захратил хаятид дуния деді ғой. Дүниенің қызылда жасылына көзіңді соза берме деді пайғамбарымыз алейхиссалам Аллах тағала. Міне осы бұйрыққа бойсынып
тек керекті ғана нәрсесіне, керекті мөлшерде ғана пайғамбарымыз алейхиссалам қарайтын болған дейді. Ясуқу асхабаху, жүрген кезде сахабалармен жүрмей ма енді? Сол кезде сахабаларды алдына шығарып жүреді. Бұл біріншіден пайғамбар алейхиссаламның кішіпейілдігін көрсетеді. Екіншіден пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тәрбиеші ғой енді. Жүрген кезде арттарынан бақылап келе жататын болған дейді. Кейбір жаңағы кемшілік, айыптар болатын болса, оны түсіндіріп, айтып, былайша айтқанда тәрбиелеу үшін. Немесе бір риуаяттарда келеді, халлу захри лил малаика, арқамды періштелерге қалдырыңдар деп айтады екен. Ва ябдуру ман лақия биссалам, және алдынан шыққан адамға бірінші болып сәлем береді. Мейлі ол бала болсын, мейлі ол шал болсын. Негізі сәлемді беру үкімі сүннет. Ал оған сәлеммен жауап қайтару парыз. Бірақ негізі біз білеміз, парыз сүннеттен жоғары тұрады ғой. Бірақ ол бірінші сәлем беру сүннет болса да, әлгі екінші жауап қайтару парыз білесіз ба? Одан да сауабы көп дейді. Сүннет болса да, әлгі парыздың сауабынан көп дейді ғалымдар. Сондықтан бірінші сәлем беруге ұмтылу ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті, және көп сауап таптырады сіздерге. Осы жерден тоқтатып, келесі сабағымызда иншалла жалғастырамыз. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah razı olsun.